Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 109-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Ұлы математиктермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлуді үйренетін боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп: жиындарға қара, А жиынына тиесілі болуы мүмкін фигураларды таңда, сол фигураларды жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен осындай диаграммаларға аты берілген ғалымның фамилиясын біле аласың. В жиынның элементтерін атап, тағы да бір белгілі математиктің фамилиясын анықтайтын боласың. Ал енді А жиынына тиесіліні анықтаймыз. Бізде А жиынында тіктөртбұрыштар берілген. Енді назар аударамыз. Тіктөртбұрыш және шаршы берілген. Реттестірсек, енді атын табатын боламыз. Бізде Эйлер, Леонард Эйлер болады. Ал келесісінде В жиынында қане тауып көріңдер. Вен деген, яғни Жон Вен деген математиктің аты жөнімен танысатын боламыз. Яғни таныстық, анықтадық. Екінші есеп: баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. 323-ті 2-ке көбейтеміз. Яғни 3-ті 2-ке көбейтесіңдер 6, 2-ні 2-ке көбейтесіңдер 4, 2-ні 3-ке көбейтесіңдер 6. Мәні 646. Енді 646-ны 2-ге бөліп дұрыстығын тексереміз. 2-ге бөлеміз, 6-дан қайырамыз. 3 жердегі 2 6, 6-ның астына жазамыз, 0 болады. Енді 4-ті түсіреміз. 4 2-де 2 рет бар, 2-ні жазамыз, енді көбейтеміз. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, астына жазамыз, 4-тен 4 алған кезде 0 болады. Сондықтан 6-ны түсіреміз. 6 саны 2-6 санында 3 рет бар. 3-тен жазамыз, 3-тен бер көбейтеміз, 3-ті 2 көбейтеміз 6, 6-тан 6-ны алған кезде 0 болады. Осылай дұрыстығын барлығын шығарасыңдар. Міндетті түрде сандар жүздіктің астына жүздікті, ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті жазуды ұмытпаңдар. Бұл баған түрінде жазуды менің жазғаныма мұқият қарасаңдар болады, егер түсінбеген жерлерің болса. Үшінші есеп: амалдар бойынша баған түрінде есепте. Амалдар берілген. Бірінші анықтап аламыз, қай амалда бірінші орындайтынымызды. Бірінші көбейту орындалады, содан кейін бөлу, бөлуден кейін солдан оңға қарай орындалады. Яғни үшінші амал мыңнан азайтамыз. Төртінші амал барлық шыққан сандардан 84/2-ның бөлінісінің мәнінен азайтатын боламыз. 32-ні 3-ке көбейтсек 96 болады. 84-ті 2-ке бөлсек 42 болады. 1000-нан 96-ны аламыз, 904 болады. Енді 904-тен 42-ні, яғни 84/2-ның мәні 42-ні азайтатын боламыз. Сонда мәні 862 шығады. Келесі амалда 124-ті 2-ке көбейтіп аламыз. Бірінші амал. Екінші амалда 482-ні 2-ке бөліп аламыз. Шыққан мәндерді қосатын боламыз. 124-ті 2-ге көбейтсеңдер 248 шығады. 482-ні 2-ге бөлсеңдер 241 шығады. Енді 248-ге 241-ді қосқан кезде 489 шығады. Міне осылай мен жазған үлгі бойынша сендер де баған түрінде жазып есептеулерін қажет. Төртінші есеп: кестені пайдалана отырып тура теңдіктер мен теңсіздіктер құр деп тұр. Біз сұраққа назар аударамыз. Бірінші теңдікті тап деп тұр, содан кейін теңсіздікті тап деп тұр. Сендер арнайы кесте көрсетілген осы есептерді бірінші өздеріңнің
басқа дәптерлеріңе немесе басқа парақтарыңа жазып мәндерін тауып алсаңдар болады. Содан кейін барып дәптерлеріңе теңдік пен теңсіздікті табу оңай болады. 45-ті 3-ке көбейтеміз. 200-ден 65-ті азайтқан кезде мәндері тең шығады. 400-ден 80-ді азайтқан кезде 320 болады. Бізде бұл жерде 320 болып тұр. Міне осылай 45-ті 3-ке көбейтеміз, 80-ді 4-ке көбейтеміз. Бұл жерде теңсіздік болып тұр. Дәл осылай өздерің теңдік пен теңсіздікті құрастыруларың қажет. Бесінші есеп есептеу. Яғни бізге түсінікті болу үшін мен сендерге баған түрінде есептеп көрсеттім. Сендер де осылай баған түрінде шығарсаңдар болады. 32-ні 2-ге көбейтесіңдер 64, 64-ті 2-ге бөлген кезде 32 шығады. 232-ні 2-ге көбейткен кезде 464, 464-ті 2-ге бөлген кезде 232. Есепке назар аударсаңдар, бірінші бағанда 32-ні 2-ге көбейтсең 64 дейді. Яғни көбейту амалындағы мәндері бөлу ретінде, яғни дұрыстығын тексеру ретінде оқулықта беріліп тұр, назар аударсаңдар. Келесі 41-ді 2-ге көбейтесіңдер 82, 82-ні 2-ге бөлген кезде 41 шығады. 341-ді 2-ге көбейткен кезде 682, 682-ні 2-ге бөлген кезде 341 шығады. Келесі 503-ті 496-ға қосқан кезде 499 шығады. 999 шығады. 999-дан 503-ті азайтқан кезде бізде 496 шығады. 860-дан 77-ні азайтқан кезде 783 қалады. 783-ті 17-ге қосқан кезде 860 шығады. 921-ге 19-ды қосқан кезде 940 шығады. Ал 940-тан 921-ді азайтқан кезде 19 шығады. 548-ден 47-ні қосқан кезде 695 шығады. Келесі 695-тен 648-ді азайтқан кезде бізде 47 шығады. 810-нан 679-ді азайтқан кезде 131 қалады. 131-ге 679-ді қосқан кезде 810 шығады. 165-ке 309-ды қосқан кезде 474 шығады. Енді дұрыстығын тексеру үшін 474-тен 165-ті азайтамыз. Сонда мәні 309 шығады. Міне осылай есептейтін боламыз. 6-шы есеп салыстыр, яғни 19 мм 2 сантиметр. 1 сантиметрде 10 мм бар. Енді 2 сантиметрде 20 мм бар. 20 мен 19-ды салыстырамыз. 20 үлкен. Келесі 47 сантиметр, 4 дециметр, 7 сантиметр. 47 сантиметр, 4 дециметрде 40 сантиметр бар. 40-қа 7-ні қосқан кезде 47. Демек, бұл есеп теңесті деген сөз. Келесі 9 центнер 90 килограмм. 1 центнерде 100 килограмм бар. 9 центнерде 900 килограмм және 90 килограмм салыстырамыз. 900 килограмм үлкен. Келесі 910 килограмм салыстырамыз. 9 центнерде 900 килограмм бар. 900-ге 1 килограммды қосқан кезде 901 болады. Ал мұнда 910. Яғни 910 901-ге қарағанда артық немесе үлкен. Келесі 3 центнер 50 килограмм, 350 килограмм. 3 центнерде 300 килограмм бар. 300-ге 50-ді қосқанда 350 килограмм. 350 килограмм теңесті. 15 сантиметр. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. 15-ті 10-ға көбейтсеңдер 150 болады.
150 мм мен 150 мм салыстырған кезде теңеседі. Келесі 7-ші есеп, яғни шарт құрып шығаруларын қажет. Өрнектер бойынша есеп құрастыр. А тапсырмасы 320-ға 2-ні көбейтеміз және 120-ға 3-ті көбейтіп мәндерін қосамыз. Яғни бізде ол кітаптар берілген. 450 теңгеден тұратын кітап, 120 теңгеден тұратын кітап және 320 теңгеден тұратын кітап. Енді бірінші А тапсырмасына шарт құратын боламыз. Гүлдер туралы кітап 320 теңгеден 2 дана. Ал жапсырма кітапшасы 120 теңгеден 3 дана сатып алдық. Барлығына неше теңге кеткенін табуымыз қажет, немесе неше теңге төледік деп. Ол үшін 320-ны 2-ге көбейтесіңдер. Гүлдер туралы кітапты табу үшін біз гүлдерге 640 теңге төледік. Ал енді жапсырма кітапша 120 теңгеден 3 алғандықтан 120-ны 3-ге көбейтеміз, 360 шығады. 360. Енді барлығы неше ақша кеткен табу үшін 640-қа 360-ты қосамыз, 1000 теңге болады. Барлық кітапқа бізде 1000 теңге төленді. А тапсырмасы 450-ді 2-ге көбейтеміз, 120-ны 3-ге көбейтіп, яғни азайтамыз шыққан мәндерді. Демек, неше теңге кем төлегенімізді анықтаймыз деген сөз. Ертегі кітап 450 теңгеден 2 дана сатып алдық. Жапсырма кітапша 120 теңгеден 3 дана сатып алдық. Енді жапсырма кітапша ертегі кітапша қарағанда неше теңгеге артық екен табуымыз қажет. Ол үшін кеткен шығынды табамыз. 450 теңгеден 2 кітап алсақ, біз 900 теңге төлейміз. 120 теңгеден 3 кітапты алсақ, 360 теңге төлейміз. Енді неше теңге артық төлегенімізді, яғни жапсырма кітапқа қарағанда неше теңге артық төлегенімізді табу үшін 900-ден 360 теңгені азайтамыз. Сонда 540 теңге болады. Жапсырма кітапшаға қарағанда ертегі кітапқа 540 теңге артық төленді. 8-ші есеп, теңдеулерді шеш. Y қосылған 30 көбейтілген 5 тең 450. Күрделі теңдеу белгілі амал, яғни жай теңдеуге айналдырамыз. 30-ға 5 көбейтіп белгілі амалды жай теңдеуге айналдырамыз. 150 болады. Сонда Y қосылған 150 тең 450 деген жай теңдеу шығады. Енді теңдіктен кейін берілгендіктен 450 үлкен сан, 450-ден 150-ді азайтасындар, 300 болады. Енді дұрыстығын тексереміз. 300 қосылған 30 көбейтілген 5, яғни 30-ды 5-ге көбейтсеңдер 150, 300-ге 150-ді қоссаңдар 450 теңесті деген сөз. Келесінде С қосылған 4 көбейтілген 25 тең 985 деп тұр. 4-ті 25-ге көбейтіп аламыз. Белгілі амал 100 болады. Жай теңдеу С қосылған 100 тең 985 шығады. Енді С тең 985 үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан азайту амалы орындалады. Яғни қосуға кері амал азайту. 985-тен 100-ді азайтамыз, 885 болады. 885-ке 4 көбейтілген 25 100 болады. 885-ке 100 қосқан кезде 985. 985 тең 985 екі жағы теңесті деген сөз. Келесінде В көбейтілген 300 азайтылған 250 тең 550. Белгілі амал 300-ден 250-ді азайтасындар 50 болады. Сонда В көбейтілген 50 тең 550 болады. 550 теңдіктен кейін орналасқандықтан көбейтуге кері амал бөлу болады. 550-ді 50-ге бөлген кезде 11 болады. Демек 300-ден 250-ді азайтқан кезде 50 болады. 50-ді 11-ге өткен кезде 550. 550 тең 550, яғни теңесті деген сөз. Келесі 9-ші есеп, амал.
9-ынчы есеп амалдардың орындалу ретін анықта, баған түрінде жазып, оларды есепте. 864-ті 2-ге бөлеміз және 121-ті 3-ге көбейтіп мәндерін қосатын боламыз. 864-ті 2-ге бөлген кезде 432 шығады. 121-ті 3-ге көбейткен кезде 363 шығады. 432-ні 363-ге қосқан кезде 795 шығады. Келесінде мыңнан азайтылған 846 бөлінген 2 азайту 153. Дәл осылай бірінші бөлу орындалады, содан кейін азайту мыңнан, екінші амал, үшінші амал 157-ден азайтамыз шыққан мәндерді. Сонда мәні 420 шығады. Келесінде 359-ға 232 мен 2-нің көбейтіндісінің мәнін қосып, шыққан сандарды 288-ден азайтатын боламыз. 232-ні 2-ге көбейткен кезде 464 шығады. 359-ға 464-ті қосқан кезде бізде 823 шығады. Келесінде 823-ден 288-ді азайтамыз, сонда мәні 535 қалады. Міне осылай баған түрінде шығаруларын қажет. 10-шы есептің А тапсырмасы 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Сандар қайталанбауы тиіс. Ойланамыз. Екі жағда теңесу керек. 8-ді 4-ге бөлсек 2 болады. 6-ны 3-ге бөлсек 2, яғни екі жағда теңесті және сандар қайталанған жоқ. Ә тапсырмасы 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Сандар қайталанбауы тиіс. Яғни ескерту деген сөз. 4-ті қай санға бөлген кезде және екі жағы теңесу керек. 4-ті 1-ге бөлген кезде 4 шығады, 8-ді 2-ге бөлсеңдер 4 шығады. Міне осылай орындауларын қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Менің видеом пайдалы болып жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.